Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен фунчоза салатын дайындаймыз. Ең алдымен етімізді жіңішке соломка етіп турап аламыз. Видеода көрсеткенімдей. Қызып тұрған майымызға етімізді салып, араластырып, 2-3 минуттай қуырып алғаннан кейін бетін жауып, астын басып оттың 40 минуттай туштетеміз. Дайын болған етімізге тұз, соевый соус бір қасық қосып араластырып 2-3 минуттай бұқтырамыз. Бөлек ыдысқа морковьті теркадан өткізіп аламыз. Мен морковка отдельно мен чим-чимнің заправкасын қосамын. Егер сіздерде чим-чим болмаса, мен сіздерге қазір осы видеоның астына заправканың рецептісін қалдырамын. Қосып араластырамыз. Перецті жіңішке соломка етіп тураймыз. Фунчозаның лапшасына қайнаған суымызды құйып 8 минутқа қойып қоямыз. Сол кезде біздің лапшамыз дайын болады. Енді барлығын жинаймыз. Барлығын қосып араластырамыз. Мен қиярды ең соңынан қосамын. Қиярды да соломка қылып турап, салатымызға қосамыз. Және де ақырын, абайлап, аккуратно араластырамыз. Қалауларыңыз бойынша түсін өзгерту үшін 1 столовая ложка соевый соус қоссаңыздар да болады, немесе чим-чимнің фунчозаға арналған заправкасын қоссаңыздар да болады. Біздің салатымыз дайын. Қалаған тарелкамызға салып, қонақтарымызға салат ретінде ұсынсаңыздар болады. Барлықтарыңыздың астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар.